Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл әйелдер арасында 125 фунт салмаққа дейінгі, яғни 57 кг салмаққа дейінгі өтетін керемет кездесу болмақ. Бұрынғы 115 фунт салмақта чемпион болған бразилиялық нөмірі 5-ші орында тұрған Джессика Андраж бен оның қарсыласы нөмірі 9-ші орында тұрған Канада елінің өкілі Жасмин Жасвисиус арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың барлығы дерлік бір ауыздан Жасмин Жасвисиусты анық фаворит ретінде көріп отыр. Бұл әрине түсінікті де жайт, өйткені біріншіден бұл турнир Канадада өтіп отыр және де Жасмин Жасвисиустан сарапшыларды үлкен үміт күтіп отырғандығын көруге болады. Біз білетіндей Джессика Андраждың жалпы тік тұрып соғысуы бокс стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал Жасмин Жасвисиусқа келетін болсақ, бұл жауынгердің күрес стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Және де бұл жауынгерді Джессика Андрададан джиу-джитсу болсын, сонымен қатар грэпплинг жағынан болсын, кемде кем емес. Менің ойымша, бұл кездесуде Жасмин Жасвисиус өзінің көрермендерінің алдында жақсы өнер көрсету арқылы Джессика Андражды кемінде төрешілердің шешімімен болмаса техникалық нокаутпен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Hey, shut up, Goose! Suck it, man!